Сәлем, бүгін лаваш пен орама дайындаймыз. Дайындау уақыты 10-15 минут, пісу уақыты 40 минут. Мантыға дайындағандай дайындаймыз. Тартылған ет пен пиязды салып, бір жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала көкөністердің барлығын ұсақтап турап аламыз. Сәбіз, картошка, қаласаңыз укроп, көк пияз, дәміне қарай тұз, бұрыш және сұйық майымызды құйып, барлығын араластырамыз. Лавашқа сұйық май жағып шығамыз. Содан кейін салмамызды барлық лавашқа бірдей етіп бөліп салып шығамыз. Салманы қолмен жайып шығамыз. Мантаварканың астын майлауды ұмытпаймыз. Лавашты жіңішке етіп орап, мантаваркаға саламыз. Отта қайнап тұрған судың буында 40 минут пісіріп аламыз. Ораманың бетін майламаймыз. Егер майласаңыз, беті қатты суланып кетуі мүмкін. Міне тамағымыз дайын болды. Асыққанда дайындауға болатын, оңай, ыстық, өте дәмді болатын тамақтардың бірі. Сіз де жасап көріңіз. Ас дәмді болсын.